Жылыту маусымына дайындық пысықталды. Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің қатысуымен өткен келелі кеңесте инженерлік желілерді жаңғырту жұмыстары сараланды. Нәтижесінде ілкімді істермен қатар іркілістер де байқалды. Биыл облыста 3 білім беру нысаны мен 18 медициналық мекемені жаңғырту жоспарланған еді. Құрылыс жұмыстары жылыту маусымына дейін аяқталады, ал әлеуметтік ғимараттарды көмірмен қамтуда өгіз аяңдық сезіледі. Мәселен, Бөкей ордасы, Жәнібек, Тасқала аудандарындағы мәдениет бөлімі, Теректінің денсаулық сақтау бөлімі, Қазталовтың білім беру бөлімі қатты отынға әлі тапсырыс бермеген. Они должны сейчас... Көмір тасымалдау бойынша кейбір аудандар әлі келісім жасаспаған. Олар кестеден кешігіп қалмас үшін жұмыстарды ширату қажет. Сондай-ақ сұйық отын бойынша да жасалмаған келісімдер бар. Онлайн байланысқа шыққан аудан әкімдеріне аймақ басшысы түйткілді шұғыл арада тарқатуды тапсырды. Оралда нөмірі 4 және 8 жылу магистральдерін жаңғырту жұмыстары қолға алынған. Жоба қыркүйекке дейін жүзеге асырылуы тиіс болатын. Алайда Жайық жылу қуат кәсіпорны директорының айтуынша қазір құрылыс 21 күнге кешігуде. Демек, қос инженерлік желі бойындағы тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарда жылыту маусымы кезінде қиындық туындауы мүмкін. Екіншінің проблемасы сегізді. Ол 15 сентябрьде өту керек. Егер 20 күнге кешігіп келсе, онда ақтөбе. Ал ол жүйесінде 4 әлеуметтік нысандар бар. Основная строй Медвегерді шақырыңдар. Жұма күні 2 ТМК барып орында қараймыз. Как раз на КНС бойынша да, сосын тоже сол кісілермен сөйлесуіміз керек. Бұған қоса қазір шаһарда кәріз коллекторларын жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жиын барысында сондай-ақ ешқандай пәтер иелері кооперативі қызмет көрсетпейтін тұрғын үйлер мәселесі де қаузалды. 319 тұрғын үйлердің кісілерді жинаңыз. Қай жерде кескаларымыз жоқ. Сол жерде жаңа конкретті айтыңыз, мына жұмыстарға төленетін болса, онда Жайық Теплоэнерго көмектеседі. Осы 2 ай қалды, 2 айдың ішінде қай жерде бізде кемшіліктеріміз бар, оны жауып, жақсы дайындалып кіруіміз керек маусымға. Мына бүгін көтерілген сұрақтар бойынша давайте бөлек жиналамыз. Облыс әкімі Ақсай қаласындағы жылыту маусымына дайындық шараларын да қатаң қадағалауды тапсырып, Ақсай жылу қуат кәсіпорны басшысына маңызды міндеттер жүктеді. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ажай арнасы.